ыңгайлуу болгон. Сосын егіншілік пайда болгон, малдарга шөп керек болгон. Сосын bir жерде отырып еккен. Әр заманда шүкір таяқпен бірінші жеріне қазған. Сосын дәмдерді әкелді, сосын түсіп кеткен. Сөйтіп олар өскен соң шіріктерін алып, қалған жапырақтарын алып, сөйтіп қолдарымен жылған. Сосын олар өзінің сол үшін олар үлкен жерге қолмен су құйып шыққан. Сосын оларды былай тасыған. Ал қазіргі заманда болса тракторлар шықты. Қандай тракторлар? Біреулер дәндеріне шашады, біреулер қазады. Сосын былай теріп алатын тракторлар бар. Сосын кран болады, былай сумен шашады. Олар қазіргі заманда. Трактордағы егіншіліктің түрлері бақшашылық, астық шаруашылық, бағбаншылық. Үстел үстінде тұрған қима қағаздарды топтарға бөліп жабыстыруымыз керек. Ал мұндағы тұрған қима қағаздарды әрқайсының өзіне тиісті топқа алып жабыстырамыз. Кел, Алия бар. Бұл ненің суреті? Жүзімнің суреті. Дұрыс айтасың. Аяру келе ғой. Жабыстырalım. Тамаша. Бектас келе ғой. Бұл ненің суреті? Батады. Тамаша. Кел, Ақжол. Құлпынай. Тамаша. Аружан келе ғой. Бұл ненің суреті? Дұрыс. Абдрахим келе ғой. Бұл ненің суреті? Бұл ненің суреті? Бұл ненің суреті? Әбілқасым келе ғой. Бұл қызанақтың суреті. Қай егіншіліктің түріне жатады? Дұрыс, қоя ғой. Бақшашылыққа жатады. Тамаша. Айдана. Сәбіздің суреті. Қайсар келе ғой. Бұл ненің суреті? Не бұл? Қияр. Қияр. Қандай егіншіліктің түріне жатады? Қияр. Назым келе ғой. Бұл ненің суреті? Шайға салатын тары. Қандай егіншіліктің түріне жатады? Мерей келе ғой. Бұл қандай? Тамаша. Кәусар келе ғой. Бұл Анеля. Малика келе ғой. Бұл не? Бұл нан жасаймыз. Бидай. Қай түріне жатады егіншіліктің? Жабыстыра ғой. Тамаша. Тамирис келе ғой. Тамаша. Әдемі келе ғой. Гречка. Магнит ала ғой. Магнит. Қай түріне жатады? Жабыстырам. Тамаша. Исламбек келе ғой. Таңдаймыз. Бұл не? Жақсы. Қайда жабыстырамыз? Тамаша. Риана келе ғой. Бұл не? Асқаба қандай түріне жатады? Тамаша. Жарайсың. Я, жарайсыңдар оқушылар. Біз егіншіліктің түрлеріне қима қағаздарды бөліп жабыстырып шықтық. Сапалы алманың алып жеу керек. Себебі ол сапалы болып
Неге? Өспей алады. Тоқтау үшін мына редисканың тұқымын алу керек. Себебі мына редиска ол жоғары сапада болса, редискадағы еткен редискада сондай жоғары сапалы үлкен дәмді болып шығады. Ал мына редисканы алса, тұқымын ол жаман болып, кейбір немесе шықпауы да мүмкін. Бұның сапасы төмен болуы мүмкін. Дұрыс. Қара шіріктер аз болуы мүмкін. Таңдау үшін мамандардың тұқымын алу себебі бұл дәмді, толық, тағы бұл тұқым салып ексек, сонда әп-әдемі мандарин шығады. Если мынаны алса, бұл тұқымын алса, ексек, бұл шықпай қалады, или мынандай жаман болып қалады, фигурасы дұрыс болмай қалады.